Ассалаумалейкумдер. Кім бесіңіз? Есілбаев Жарқынбек Калибаевич. Очкеңізді түсіріңізші. Жоқ, байрақ. Очкеңізді түсіріңізші. Тоқтасынов Жалын Серикболович. Сіз немеге мені түсіргелі жатсыз? Для себя? Как это для себя? Для себя я снимаю. Как я? Не имею права? Не имеете права. Вы на службе находитесь. Я частное лицо. Я для себя снимаю. Я требую прекратить снимать. Или я зайду домой. Требую прекратить снимать. Хорошо. Аудан прокуратурасы. Старший прокурор Базарбаев. Базарбаев Даурен Ерханович. Старший прокурор Карасайской прокуратуры. Сейчас, подождите минуту. Слушаю вас. Какие вопросы? Сізбен мына селолық профилактический беседа жүргізуге келгенбіз. Көше партиясы бойынша. Қазір көше партиясы 19 мартта соттың шешімімен ДВК-мен бір ұйым болып танылып, жаңағы экстремистік ұйым болып танылды ғой. Соған сәйкес жаңағы заңның нормаларын түсіндіріп кетейік дегенбіз. Қандай нормасын? Сол жаңағы көше партиясында жақтаушысы болуға болмайды деген сияқты. Если сотының шешімі бар ма, көрсетіңізші соны? Если сотның шешімі бұқаралық ақпарат құралдары ретінде официально жарияланған. Ол жарияланған. Көше партиясын экстремистік танытылған дейді. Шешімі керек, енді мен шешімі керек, основаниясы керек. На каком основании? Шешім қазір біздің қолымызда. Мен өзім заңгермін. Неге сіздер қолдарыңызда жоқ, мынандай ақпараттармен кетіп тұрсыз? Предупреждение. Сіз немен кетіп тұрсыз? Мен сізді ешқандай письменно неғылмаймыз, жаңағы письменно міндеттемейміз. Беседа ретінде жаңағы көше партиясы экстремизм ұйым болып танылады деп жаңағы соттың шешімі шыққандығы туралы беседа жүргізуге келдік. Тыңдап тұрмын. Қандай беседа? Оқып жіберейін да. 2018 жылғы 13 наурызда ДВК қозғалысы экстремистік ұйым деп танылып, қызметіне және тыйым салынды. Естеріңізде болса, кейбір азаматтар ДВК қатысқан және қолданған үшін әртүрлі жазалар мерзімдеріне сотталған. Осыдан жалтару үшін ДВК көшбасшылары оның негізін көше партиясы қозғалысын құрды. 2020 жылғы 19 мамырда сот ДВК мен көше партиясын бір экстремистік ұйым деп таныды. ДВК көшбасшылары мен белсенділері күш көрсету арқылы билікті құлатуға және басып алуға ұмтылғандықтан көше партиясы деген атаумен де осы мақсаттарды көздеп отыр. Бұл экстремизм, мұндай әрекеттер ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді және қылмыстық тәртіпті қудаланады. Сондықтан егер сіз ДВК немесе көше партиясы экстремист тобына, соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы қатыссаңыз, онда сізді қылмыстық кодекстің 182 бабы бойынша 8 жылдан 12 жылға дейін бас бостандықтан айыруға соттауыңыз мүмкін екендігіңізді ескертемін. Сондай-ақ сіздің барлық мүлкіңіз тәркіленеді. Егер тыйым салынған көше партиясына, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қолдау көрсетсеңіз, онда сіз қылмыстық кодекстің 405 бабы бойынша 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын өтеуіңіз мүмкін. Оларға ақшамен, мүлікпен немесе өзге де жолмен көмектесе бастасаңыз, онда бұл экстремист қызметті қаржыландыру ретінде қылмыстық кодекстің 258 бабы бойынша жауапкершілікке әкеліп соғады. Ол бойынша да жазаң қатаң. Сіз бір сұрақ сіздерге. 9 жылға дейін. Сіз деген оны көше партиясының вообще чаты деген бүткіл Қазақстанда мысалы. Сіз өзіңіз ол чатта отырдыңыз ба? Жоқ, отырған жоқпыз. Қайдан алдыңыз? Ол жерде экстремистік ақпараттар бар деген мысалы. Онда енді соттың шешімі шығып отырған, сізге сол бойынша айтуға келеді. Көше партиясының да біріншіден ол деген партия емес. Екіншіден ол чат болған. Ол чат деген уже қазір жоқ қазір. Мысалы, бірінші не? Екіншіден көше партиясының сол чатта отырған жігіттер, оның ішінде мен де бармын. Біз деген бірлескен ұлттық ұйымына шағым жаздық. Енді ол өз құқықтары бар. Мен сізге біздің сол чатқа, біріншіден ол партия емес, екіншіден ол даже движение емес, ол жай чат. Мен деген біз олға біріншіден бүткіл халықаралық организацияларды
сол чатқа кіріп мониторить етіңдер. Ол жерде деген экстремизм бар ма жоқ па деген шағым білдірдік. Айттық. Енді бұл Ақпарат. менің құзыретімде емес, ол Неге сіз деген прокурорсыз ғой? соттың шешімі Сонда мысалы көше партиясының шығуына байланысты сізді көше партиясында болмауыңыз туралы түсіндім. Енді басқа ал егер сол партияда болсақ мысалы не болады дедіңіз? Қандай айыппен, қандай статья болады сонда? Қылмыстық кодекстің 182 бабы, 405 бабы деген жаңағы баптар. 405 бапта деген состав преступления деген бар. Сол 405 бабын состав преступлениесін айтып беріңізші. Енді біліп тұрсаңыз өзіңіз. Жоқ, енді сіз деген енді сіз прокурорсыз ғой, мен деген гражданское лицо. Сіз деген енді Тыйым прокурорсыз. салынған көше партиясы, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары. Жоқ, мен оны түсіндім. Қолдау көрсетсеңіз, онда Сол сіз қылмыстық әр кодекс қылмыста бабы бойынша қылмыста 400 Иә, тұрыңыз, мен деген енді гражданское лицомын. Мен сізге жауап беріп отырмын ғой Мен сізге. сіз деген басқа сұрақты деген басқа жаққа алып кетіп жатсыз. Состав преступлениені айтып беріңізші 405 баптың. Объектісі не болады, субъектісі не болады, объективная сторона, субъективная сторона не болады. Мен сіздің осы Қарасай ауданының бір прокурорына осы сұрақ келтіргем, өзі ол айтпай маған қашып кетті мысалы. Заявление де жаздым. Соған әлі мысалы жауап жоқ. Неге жауабы жоқ? Жауап Сол мысалы мені деген заңсыз 16 желтоқсан күні мысалы алып кетті. 405 бабы деген яғни жаңағы экстремизм ұйым болып танылған Иә. партияларды қаржылай қолдау. Қылмыстық құқық бұзушылық болып танылады. 405 бап. Партия болса, қозғалыс болса, Иә, қозғалыс. Ал жай чат болса шол қалай болады? Енді жай шат екен, бұл жерде қазір көше партиясы жаңағы бір ұйым болып танылып тұр ғой, ДВК-мен бір ұйым болып соттың шешімімен танылып отыр. Сондықтан ол соттың шешімін де көрсеткен жоқсыздар сіздер. Көрсетіңізші соттың. Сіз енді бақандай майор прокурорсыз. Соттың шешімі әйтеуір бар, это өтірік па? Официально бұқаралық құралдар ақпарат бетінде обоснованиясы жоқ. Лично өзім қарадым, өзім біліп тұрып білдім, иә, өйткені мен сізге сіз деген сіз енді как официальное лицо, сол үшін мен сізден сұрап тұрмын. Вы официальное лицо, из-за этого я у вас спрашиваю вот эти моменты, которые меня... Арнайы база бар, сол базадан ертең келсеңіз шығарып бере аламын. Оны енді мен тасып жүру міндетті емес шығар маған да. Мен сіз деген мынандай бір предупреждениемен келіп тұрсыз тұрсыз енді. Предупреждение письменно беріп жатқан жоқпын. Беседа, профилактический беседа ретінде келіп тұрмын. Ал письменное предупреждение ол басқа. Мен сізді уже міндеттеп қол қойдыртып таныстырып аламын. Түсіндіңіз ғой? Бұл жерде сізбен әңгімелесу, қазақша әңгімелесу дейді, орысша беседа дейді ғой, профилактический беседа. Осындай соттың шешімі шығыпты. Сол ұйымдарда болмаңыздар, мүмкіншілігі болса. Ол ұйымдарда болсаңыз қылмыстық жауапкершіліктер көзделген деп ескертіп жатырмыз. Ал егер соттың шешімін көрем десеңіз, ертең келіңіз, пожалуйста. Арнайы база бар, базадан шығарып бере аламыз сізге. Менің деген электронный адресім бар, немесе телефоны бар. Соған жібере салсаңыз, или ақпаратқа нетсеңіз, это жақсы болады. Оны ұрыс таластыратын бір-бірімізбен. Жоқ, сіз деген ұрысып жатқан жоқ. Мен сізден өзіміздің заң аясында сол менің сұрақтарым бар, соған мен сізге жеткіздім деп өзім ойлаймын енді сізге. Мен сізден состав преступлениені, состав қылмысты 405-ті әлі. Мына состав деп жатқан жоқпыз. Бұл бұндай жағдайда осындай қылмыстық жауапкершіліктер көзделгендігі туралы жеткізіп жатырмыз назарыңызға. Жарайды, болды ма? Түсіндік, болды. Жақсы. Аха, сау болыңыздар. Давайте.